Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапханасында ұстаз сазгер Дүкенбай Назымбектің шығармашылық кеші өтті. Композитор шығармашылық кешін қазақ елі тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап отыр. Өзіңе мен асқан әуер арнадым атты шығармашылық кештің куәсі болып қайтқан тілшіміз баяндайды. Өңіріміздегі өнерге біршама ден қойған, шығармашылығы көпке таныс сазгер ұстаз Дүкенбай Назымбек. Сазгердің өзіңе мен асқан әуен арнадым атты шығармашылық кешіне келген өнердегі серіктестері жылы лебіздерін білдірді. Осы 25 жылдың ішінде біздің жеткен биіктеріміздің ішінде ең бір әуелеп жеткен, сол жаңа сол алқаулап жеткен үлкен сол жетістіктердің ішіндегі ерекшелігі осымен Назымбек Сәбитұлының мынау 25 жылдыққа арнап жазғаны. Жаңа сол әндері былтырғы жылда Керей Жәнібекке арналғаны, соның ішінде анау Қанжығалы Бөгенбайға арналған дүниелері, осының ішінде бір кесек Оспан Батырға арналған жаңа сол дегеншек әні, сол Қаракерей Қабанбайға арналған әні, соның ішінде мынау қасымызда өзіміз тақауда ғана қойылған, ескерткіші қойылған Батыр Баянға арналған әндері, бұлардың бәрі бір үлкен бір айланып келетін болсақ, тұтасыменен бір үлкен еңбек деп есептеймін. Халық арасында танылған бірнеше әндердің авторы Дүкенбай Назымбек сазгерлігінен бөлек ұстаз ретінде де халық жүрегінде. Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық колледжде 30 жылда еңбек еткен. Өнер өрінде салған ізде сайрап жатыр музыка әлеміне. Оның ішінде ұлттық музыка төңірегінде жазылған біршама оқу құралдары көпшілікке таныс. Оған қоса Қазақ халық аспаптар оркестрін 20 жылдай уақыт басқарды. Сазгердің шығармашылығындағы өзіндік ерекшелікті әріптестер айтып берді. Маған ұнайтын сол балаларға арналған рухани жағынан, отан сүйгіштік жағынан, елім, жерім, сөйтіп соның бәрін көтеріп, жастардың рухани байлығына жақсы көмектеседі. Сазгердің алдағы уақытта жасап отырған жоспарлары да жоқ емес. Осы күнге дейін 14 ән бірігіп жазған ақынмен бірге енді үлкен шығармашылық қадамға бармақ. Бұл кісіге Назымбек Сәбитұлына мен үлкен симфония ұсынып отырмын. Енді білмеймін, ол кісінің өзі маңайлап көріп, осымен бірге жаңа сол бір операны ұсынып жатқан жағдайымыз бар. Енді ол кісі өзі қалай қарайды, алып шығады, немесе алып шыққан дүние қаншалық қажетімізге жарайды. Өзі бір ерекше дүние, өзі шығар, сол кезде байқалар, танылар. Әннің туы бар, халыққа жетуі мен қабылдауы бар. Бастысы болашақтың берер бағасы. Жанасыл Серікбол, Нияз Смағұл, Ертіс Информ.